Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен тефтели дайындайтын боламыз. Бұл рецептпен мен бірінші рет дайындадым, маған өте қатты ұнады. Біріншіден қуырған кезде шашылып кетпейді, сырты қытырлақ, іші жұмсақ болып шығады. Дәмін енді сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес, өте дәмді, сочный болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер, сіздерге 100% ұнайды. Видеоны жіберіп алмай, соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен бізге фарш керек. Менде 500 грамм фарш. Қоспалардың барлық мөлшерін видеоның астына описаниеге жазып қоямын. Және де бізге бір дана пияз қажет болады. Пиязды блендерде езетін боламыз. Блендерде жақсы езілу үшін осылай бөліктерге бөліп алғандарыңыз дұрыс. Және де 3 дана чеснок, яғни сарымсақ, оны да майдалап турап алып, барлығын осындай тәрелкеге салып, блендермен жақсылап тұрып еземіз. Фарштың үстіне езілген пияз бен сарымсақты саламыз. Үстіне бір жұмыртқаны жарып саламыз. Жұмыртқа тефтелиді қуырған кезде ажырап кетпеуіне, дәмді болып шығуына көмектеседі. Келесі үстіне ұнтақталған сухариді саламыз. Көбісі сухариді тефтелиді дөңгелектеп болғаннан кейін барып сухариге аунатып жатады. Ол негізі дұрыс емес деп ойлаймын. Өйткені қуырған кезде сухаридің барлығы майға ағып кетіп жатады. Ол дұрыс емес. Осылай фаршпен бірге сухариді араластырып жіберген дұрыс. Сонда қытырлақ болып, сырты да, ортасы да күшті болып пісетін болады. Және де бір-бірінен ажырап кетпеуге көмектеседі. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш салып, осылай қолдың көмегімен жақсылап тұрып араластырамыз. Барлығын жақсылап араластырып болғаннан кейін қолдың көмегімен барлығын бірдей формада осылай дөңгелектер жасаймыз. Қолыңызды алдын ала сулап алып жасасаңыз да болады. Сонда фарш қолыңызға жабыспай, дөңгелектердің формасы бір тегіс болып шығады. Мінекей біздің тефтели қуырылуға дайын тұр. Келесі майды қыздырамыз. Мен екі түрлі әдіспен қуырып алғым келіп тұр. Бірінші, тефтелиді ұнға аунатпай, осы күйінде қуырып көреміз. Мен майды аз құйып қойған екенмін. Аударып қуырған кезде ортаңғы бөлігі майға тимей қуырылмай қалды. Екіншісінде майды көбірек құйдым және де тефтелиді ұнға аунатып қуырдым. Майды көп құйғаннан қорықпаңыздар, тефтели майды өзіне сіңіріп алмайды. Өйткені майды өте қатты қыздыру қажет. Сонда тефтелиді салғанда майды сіңірмейтін болады. Негізі ұнға аунатқан мен аунатпағанның қатты айырмашылығы жоқ екен, тек ұнға аунатып барып қуырған кезде май шашырамайтын болады. Барлық жері бір тегіс болып, өте керемет болып қуырылып шықты. Тефтелиді майда қуырғанда бұл жартылай ғана піседі. Келесі біз сорпада бұқтыратын боламыз. Сорпасын жасау үшін табаға сұйық май құйып, оның үстіне сары майды салып, ерітіп, қыздырып, үстіне өте майда етіп туратылған пиязды салып, жақсылап осылай қып-қызыл болғанша қуырамыз. Оның үстіне күштен өткізілген сәбізді салып, 5 минуттай қуырамыз. Оның үстіне 3 ас қасықтай ұн салып, тез-тез араластырып қуырамыз. Үстіне 2 стақан су құйып, жақсылап тұрып араластырамыз. Дәміне қарай тұз саламыз. 15 минуттай орташа отта осы сорпамызды қайнатып пісіріп аламыз. 15 минуттан кейін барлық тефтелиді орналастырып шығамыз. Қақпағын жауып, орташа отта 15-20 минуттай бұқтырамыз. Осымен біздің тефтели дайын болды. Гарнирге пюре, күріш, өз қалауыңызша бірге ұсына берсеңіздер болады. Менің көңілімнен 100% шықты, сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоңызға лайк басып, өз пікіріңізді қалдыруды ұмытпаңыз. Каналыма тіркеліп қойыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.